Бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Еліміздегі алуан ұлттар мен ұлыстарды бір шаңыраққа үйістірген, келісім мен татулықтың бірегей институтына айналған Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл. Айтулы датамен бірлік күні елімізде биыл қалай аталып өтіледі? Карантин мамырдағы мерекелерге қандай өзгерістер енгізді? Қайырлы күн, эфирде Астана Лайф бағдарламасы. Бүгін елордасындағы 1 мамыр мерекесіне тоқталамыз. Қазақстанда COVID-19 пандемиясына байланысты енгізілген карантин режиміне орай көптеген шара тоқтатылды. Көктемгі мерекелер онлайн режимде және отбасы шеңберінде атап өтілмек. Соған қарамастан бағдарламалар қызыққа толы, ерекше болады деп күтілуде. Нұрсұлтан қаласында Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған мәдени бағдарламалардың дені онлайн режимде жүргізіледі. Биыл төтенше жағдайға байланысты мерекелі шаралардың форматын онлайн режимге көшіріп, ассамблеямыздың жұмысын жалғастырудамыз. Жұмыстың негізгі бағыттарына назар аударып отырмыз. Елордалық ассамблея құрамында 23 этномәдени бірлестік. Оның әрқайсысы еліміздің бірлігінің нығаюына өз үлестерін қосып отыр. 1 мамыр әдетте ауқымды концерттер өтіп, әр ұлт өз мәдениетімен таныстыратын. Биылда елордалық этномәдени бірлестіктер бұл дәстүрінен жаңылмай, жаңа шығармашылық бастамалар ұсынды. Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында әр ұлт өздерінің ұлттық музыкалық аспаптарын насихаттау акциясын өткізді. Шараның шымылдығын алғашқы болып өзбек ұлтының өкілі бастады. Ол Абайдың «Көзімнің қарасы» әнін Қашқар рубобымен орындады және көне музыкалық аспаптың тарихымен таныстырды. Қашқар рубабы деп аталады. Өйткені Қытайда Қашқар деген елді мекен бар, автономиялық, сол жерден шыққан боласың. Бұдан кейін Абай әні орыс домырасы мен қырғыз қомызының сүйемелдеуінде орындалды. Абайдың әні Қазақстан халқының көптеген ұлттық музыкалық аспаптарында шырқалды. Онлайн бастаманы елордалық еврей, қырғыз, неміс және славян этномәдени орталықтары да қолдады. Тіпті челлендждің шекарасы көрші елге де жетті. Башқұртстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, халық музыкант аспапшысы Азат Бекчурин бірлік күніне арналған музыкалық шараға қосылды. Ассамблеяның қалалық хатшылығы ынтымақ мерекесіне орай сонымен қатар ас әзірлеу челленджін бастады. Карантин кезінде үйде әр этнос өзінің дәстүрімен және мәдениетімен ерекшеленетін ұлттық тағамдарын дайындау жолдарын көрсетті. Алғашқы болып бұл акцияны Дүнген этномәдени орталығының өкілі қолдады. Мұса Камалов Қазақстанда көп әзірленетін тағам лағманның рецептімен бөлісті. Аталмыш акцияға армян, поляк, славян, Әзербайжан және басқа да этномәдени орталықтардың өкілдері қосылды. Бір дастархан басында түрлі ұлттың дәстүрлі тағамдары әдемі үйлесім тапқан. Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері бір шаңырақ астында түрлі дәстүрлерді сақтай отырып, бұл эстафетаны барлық қазақстандықтарға жолдады. Мұндай челлендж елімізде түрлі этномәдени бірлестік өкілдерінің бейбітшілік пен татулықта өмір сүріп жатқанын тағы бір айқындай түседі. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын. Халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі одан әрі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік жасай берсін, еліміз аман болсын. Мамыр мерекеге толы ай. Алайда биыл барлық шаралар онлайн форматта отбасы шеңберінде атап өтіледі. Нұрсұлтан қаласы әкімдігі Қазақстан халқының бірлігі мен 7 мамыр отан қорғаушылар күніне және 9 мамырға арналған онлайн іс-шаралардың бағдарламасын әзірледі. Аталмыш бағдарламалар кестесін қалалық әкімдіктің ресми сайтынан көре аласыздар. Бүгінге осы, амандықпен жүздескенше.